Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ал мен сіздерге бикеш белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды кеңесімді ұсынатын боламын. Жалпы 3 мамыр күні, ал бізде жалпы кеше 30 сәуір күні жаңа ай туды, жаңа аймен бірге күн тұтылуы болды. Енді күн тұтылғанда кім қандай техника жасайды, соны жалпы күн тұтылғанда, ай туғанда жасауға арналған техникаларды жасауға болады. Үшіне дейін жасауға болады жалпы. Ал 3 мамыр күні Венера 8 домға келіп тұр екен. Жалпы Венера ақшаның белгісі, ал 8 дом ол да ақшаның сектор болғандықтан сіздерге басқа адамдардан ақша келеді. Ақшалай сыйлық алуларыңызда ықтимал. Кредит, ипотеканы сізге одобрение келеді, сізге мақұлданады. Одан кейін жалпы бұл айда Венера мен Юпитер бірге келгендіктен жалпы бала көтеруге, эко жасатуға өте қолайлы, ыңғайлы. Ал 10 мамыр күні Меркурий 10 домға келіп тұр екен. Жалпы жұмысыңызда бұрын соңды жасалмай қалған істеріңізді аяқтауға тура келеді. Немесе бұрынғы жұмысыңызға қайта сізді шақырады. Кейбір жұмыстардың күнін артқа шегересіз. Мысалы алатын болсақ, сіз шетелге саяхаттайтын болсаңыз, шетелдегі саяхаттың күнін кейінге шегересіз. Немесе көптен егер үйленем десеңіздер, үйлену күнін кейінге шегеретін боласыздар. 11 мамыр күні Юпитер 8 домға келіп тұр екен. Басқа адамдардан ақша келеді, үлкен көлемде ақша келеді. Ал 16 мамыр күні ай толады. Ай толғанмен бірге айдың тұтылуы болады. Ол сіздерге 3 домға келіп тұр екен. 3 дом бұл туысқандарды білдіреді, бауырларды білдіреді, көршілерді білдіреді, техниканы білдіреді, машинаны білдіреді. Сол себептен сіздерде көршілеріңіз жаңадан бір көрші көшіп келуі ықтимал. Немесе көршілеріңіз басқа жаққа көшіп кетеді. Бір туысқандарыңызды қонаққа шақырасыздар. Машинаға байланысты, техникаға байланысты тақырыптар сөз болады. Машинаңызды жөндетесіз, машинаңызды сатасыз, немесе машинаға бір жаңадан құрал сайман сатып аласыздар. Немесе жаңадан бір жаңа машина сатып алуларыңызда ықтимал. Басқа үйге көшулеріңіз де мүмкін. Ал 22 мамыр күні Солнце 10 домға келіп тұр екен. Өміріңізге, өзіңізге дәл қазіргі уақытта не керек екенін нақты түсінетін боласыздар. Атақты боласыздар. Жалпы статусыңыз өзгереді. Мысалы алатын болсақ, ер адамдарға бойдақ болған ер адамдар үйленуі ықтимал, немесе балалы болуы мүмкін, немесе әйел бала көтеруі мүмкін. Мама, немесе папа атануларыңыз әбден мүмкін. 25 мамыр күні Марс 8 домға келіп тұр екен, әрекет еткіңіз келеді. Ақша мәселесін шешетін боласыздар. Жаман әдеттерден арылуға жақсы кезең. Отбасыңызға және ақшаға қатысты сұрақтар осы мамыр айында сізде бірінші орында тұрады. Ал 29 мамыр күні Венера 9 домға келіп отыр екен. Шетелге бір саяхатқа шығуыңыз ықтимал, бір шетелден ақша келуі ықтимал, бір саяхат болуы мүмкін, шет тілдерін бір меңгеру сияқты тақырыптар өзекті болады. Немесе бір басқа ұлттың адамдарымен танысасыз. Ал 30 мамыр күні жаңа ай сіздерге 10 домға келіп тұр екен. 10 дом бір жұмысыңызда өзгерістер болады, статусыңыз өзгереді. Одан кейін өз жетістігіңізбен қуанатын боласыз. Немесе көптен жұмыс таба алмай жүрсеңіз, жұмысқа орналасасыз. Менің енді бұл кеңестерім осындай. Мені тыңдағандарыңызға, мені таңдағандарыңызға мың алғыс. Бай бақуатты болыңыздар.